Сәлем достар, Супергентивтің арнасына қош келдік. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге мынандай сникерс тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лайк бас, комментарий қалдыра кетіңіз. Сникерс тортын бисквитін дайындайтын боламыз. Сол үшін бізге қажет заттардың барлығын түгелдеп аламыз. Енді құрғақ заттарды бір-біріне араластырамыз, яғни ұн, какао, разрыхитель. Араластырып алдық, енді алып қоямыз. Менде жұмыртқалар ұсақ болғандықтан мен 6 штук қолданамын. Егер сізде нулевой категория болса, онда 5 штук қолдансаңыз да жетеді. Жұмыртқамыздың ағын сарысын ажыратамыз. Жұмыртқамыздың ағын сарысын ажыратып алдық. Бірінші жұмыртқаның сарысымен жұмыс жасайтын боламыз, кейін жұмыртқаның ағын көпіртеміз. Жұмыртқаның сарысы қантымыздың 3-тен 1 бөлігін ғана қосамыз, яғни аздап қана қосамыз. Қанттың көп бөлшегін жұмыртқаның ағына қосатын боламыз, алып қоямыз. Енді миксерлейміз. Енді мұнда суымызды құямыз. Сұйық майымызды құямыз. Бір миксерлеп аламыз, содан кейін ұнды саламыз. Енді ұнымызды саламыз. Жұмыртқаның ағына аздап тұз саламыз, қараңыздар, кішкентай ғана. Енді миксерлейміз. Мінекей жұмыртқаның ағын көпіртіп алдық. Енді жаңа алып қалған қантымыздың 3-тен 2 бөлігін осында саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Енді жұмыртқаның ағына бізде пенка әдемі болып шықты. Жаңағы тестамызды қосып біріктіреміз. Миксерлейміз. Ұзақ уақыт емес, 2 минут қана, 1 минут қана араластырамыз, сол жеткілікті. Біздің бисквитіміздің қамыры дайын. Енді мен кальцияға пісіретін боламын. Кальцияны алдын ала фольгамен орап алдым. Противенімізге кальцияны орналастырамыз. Менде 22 диаметр. Енді бисквитімізді құямыз. (150-180 градусқа қыздырып тұрған пешімізге 25-30 минут пісіретін боламыз. Мінекей бисквитіміз пісті. Бисквиттің піскендігін ағаш таяқша арқылы, яғни шпажка арқылы анықтайтын боламыз. Құрғақ демек пісті деген сөз. Бисквитімізді салқындатуға жібердік. Енді крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге сливки қажет. Творожный сыр. Мен творожный сырдың Кохон фирмасының қолданамын. Көбінде фирмасының екеуінде сұрап жатады, сондықтан осылай түсіріп жатырмын. Сосын сахарный пудра, яғни қант ұнтағы. Бізге карамель жасау үшін вареный сгущенка. Карамельді өз қолдарыңызбен жасасаңыздар да болады, немесе мен сияқты вареный сгущенка қолдансаңыздар болады. Бұны қазір видео барысында қалай қолданатынымызды айтамын. Ең алдымен крем жасаймыз. Ол үшін сливкимізді бір-екі рет шайқап аламыз. Мінекей ас үй таразысын қойдық. Тарасын алып тастаймыз. Бізге 400 грамм сливки қажет. Бірінші сливкимізді өлшеп аламыз.
402 грамм болды, жарайды. Қант ұнтағы өлшенген 100 грамм. Және творожный сыр бізге 300 грамм қажет. Оны да өлшеп алатын боламыз. Барлығын өлшеп дайындап алдық. Енді крем дайындауға кірісеміз. Енді сливкемізді бірінші миксерге аламыз, 1-2 минуттай. Одан кейін қант ұнтағын саламыз, одан кейін творожный сыр салатын боламыз. Енді мұнда қант ұнтағын саламыз. Тағы да аздап миксерлейміз. Енді мұнда творожный сырымызды салып, креміміз қатты болғанша миксерлейміз. Мінекей креміміз қойыланды. Енді креммен жұмыс жасай беруге болады. Мінекей креміміз дайын. Және де көпшілігіңіз білесіздер, міндетті түрде сникерс торттына карамельный прослойка керек. Мен оның орнына мынадай вареный сгущенканы қолданамын. Қараңыздар. Сосын мұнда крем саламын. Шамамен осылай крем саламын. Және арахис саламын. Мындай арахис саламын, көп салмаймын. Шамамен 40-50 граммдай ғана саламын. Енді осы үшеуін араластырамын. Бұл бізде карамельный прослойканың орнына жүреді. Немесе карамельный прослойка жасасаңыз болады. Кейін нәтижесінде мынандай пайда болады. Ішінде жаңғағы бар, осындай ирис сияқты. Енді осыны прослойкаға қолданамыз. Біздің бисквиттарымыз дайын. Біз оны 3 бөлікке бөліп алдық, салқындаттық. Қазір тортымызды құрастыруға кірісеміз. Ложкамызға аздап крем жағамыз, бисквитіміз жылжып кетпеу үшін. Және айналасына пергамент қағазын қоямыз. Себебі біз үстіне глазур құйған кезде барлық жерді білдіретін болады. Бисквитімізді салдық. Енді астына пергамент қағаздарын түсіреміз. Пергамент қағазын қойып алдық. Енді кальциямызды кигіземіз. Енді бір слой крем жағамыз. Кремнің ортасына ашыңқыраймыз былайынан. Себебі ортасына қазір біз карамель жібереміз. Біз карамелімізді саламыз. Жартысын салдық. Тағы да бір коржымызды орналастырамыз. Бұл коржға да дәл солай крем жағамыз. Ортасын кішкене ашамыз. Карамелімізді жібереміз. Тағы да карамель саламыз. Барлығын саламыз. Енді бүйтіп тегістеп жібереміз. Енді бетін аздап тегістеп шығамыз. Кальцияны аламыз. Торттың айналасын аздап тегістеп шығамыз. Прям қатты ровный тегістемейміз, себебі қазір бетіне шоколад құямыз. Мен қазір видеода болғандықтан кішкене асығыстау жасағалы жатырмын. Ал сіздер міндетті түрде пропитка 4-5 сағат жасаңыздар, содан кейін барып үстіне шоколад құйыңыздар. Немесе морозилькеге кем дегенде 1 сағат қойылып, содан кейін барып шоколад құйсаңыздар болады. Сізде шоколадыңыз да әдемі шығады, тортыңыз да әдемі шығады. Енді бетіне глазур жасаймыз, ол үшін бізге шоколад қажет, арахис және сұйық май қажет. Ең бірінші шоколадқа сұйық майымызды құямыз. Сөйтіп қысқа толқынды пеште
20 секунд сайын араластырып отырып ертеміз. Енді арахисімізді саламыз. Ескертемін, шоколадты ыстықтай құймаймыз, жылы температура болған кезде құямыз. Және де тортымыз салқын болған кезде құямыз. Бірақ біз видео түсіп жатқандықтан уақытымыз тығыз, сондықтан біз ерте құя береміз. Ал сіз тортыңызды міндетті түрде кем дегенде 4 сағат холодильникке қойып, немесе 1 сағат морозильникке қойып, содан кейін барып осындай глазуріңізді құйсаңыз болады. Енді құямыз. Үстін шоколадпен қаптадық. Қазір нау кішкене қатайғаннан кейін біз мынаны жай ақырын ғана алып тастаймыз, сонда барлығы тап-таза әдемі болады. Тортқа өз қалауыңызша оформление жасасаңыз болады, немесе дәл осылай қалдырсаңыз болады. Мен жай ғана шеттеріне былай жасап шығамын.